Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін біздер тригонометрияны қалай аңсап тез үйренуге болады көріп шығамыз. Let's go. Біздерде синус, косинус, тангенс, котангенс бұлар өзі не? Бұларды кейіннен үйренетін боламыз. Біздерде бірлік шеңбер берілген болсын. Бірлік шеңберіміз ол OX пен OY ноғаталарын -1 деген ноғаталарды кесіп өтуше болады екен. Енді біздер мүйіш түсінігін бір ядымызға түсіріп кетейік. Мүйіш дегеніміз төмендегіше болады. Төмендегіше қылып ашылған мүйішіміз 30 градус болады екен. Ал бұл 60 градус, бұл 90, яғни тік бұрыш болады екен. Бұлымыз 180 градус. Һәм бір мәрте айналып келсек 360 градусқа тең болады екен. Біздерде енді синус түсінігіне келсек, синус түсінігіміз ол OY пен анықталады. OY оғымен анықталады. Демек, бұл жерде 30 градусты қалай анықтайтынымыз. 30 градусымыз демек, ашып аламыз һәм дейіп OY оғына алып барсақ, біздерде 0,5 деген мәніске ие болады екен. Енді кейінгі мәнісілерді қарайық. 45 градусты алып қарайық. 45 градусты бірінші сызып аламыз һәм OY оғына дейіп тура алып барамыз. Бұл жерде көрен 2/2 деген мәніске ие болады екенбіз. 90 градус тік бұрышты қалайық. Тік бұрышта болса біздерде көріп тұрғанымыздай 1 деген мәніске ие болады екен. Тап осылай қылып басқа да мүйішілерді анықтаймыз. Енді косинусты мәнісіне тоқталатын болсақ, косинусты мәнісі OX оғыменен анықталады. Демек, біздерді мысалларды көрейік бұны. 30 градуста косинусымыз апарамыз, OX-қа тура түсіреміз. Демек, бұл жерде көрен 3/2 деген мәніске ие болады екен. Һәм 0 градуста қарайық. 0 градуста көріп тұрғанымыздай 1 деген мәніске ие болып тұрды. Енді біздер тангенсті мәнісіне тоқталатын болсақ, біздерде ол OY-ға параллель, яғни синус бөлу косинусқа тең болады екен тангенсіміз анықтауымыз үшін. Демек, OY-ға параллель 1 деген ноғаттан өтуші сызықты сызып алайық. Енді біздерде тангенсті мәнісілерін қалай анықтаймыз десеңіз, төмендегіше болады. 30 градусты қарайық. 30 градус сызамыз һәм OY-ға апарсақ, 1/көрен 3 деген мәніске тең болады екен. 45 градусты қарайық. 45 градусты алып сызып оны OY-ға апарсақ 1 деген мәніске ие болады екенбіз. Ал 0 градуста болса, көріп тұрғанымыздай 0 деген мәніске ие болып тұрды. Енді котангенсінің мәнісіне тоқталып өтейік. Котангенсінің мәнісі енді OY-ға қарасам болсақ, тангенсті ол OX-ға қарайды екенбіз. OX-ті қалай қараймыз? Мысалда көріп қарайық. 30 градуста. 30 градусымыз мүйішсіздамыз, дарқан салып барып, OX-ға сұрап түсірсек, бұл жерде көрен 3 деген мәніске ие болады екенбіз. 45 градуста бұлан 1-ге тең болады екен. OX-ға қарап түсірсек, 1-ге тең мәніске ие боламыз. 0 градуста болса, бұл анықталмаған. Себебі көріп тұрғанымыздай, бұл жерде тура болып кетіп тұрды. Демек, бұл жерде анықталмаған, яғни шексіздік болады екен. Енді һәммесін ядымызға түсіру үшін 45 градусты қарап кетеміз. 45 градусты сызып аламыз, һәм бұл жерде синусты мәнісін анықтау үшін OY-ға алып барамыз. Демек, бұл жерде көрен 2/2 деген мәніске ие болады екен. Ал косинусымызға аталатынымызда OX-ға апарамыз. Бұл жерде көрен 2/2 деген мәніске ие болады екенбіз. Енді тангенсті көретін болсақ, алып барамыз һәм OY-ға қарап түсірсек, бұл жерде демек 1 деген мәніске ие боламыз. Енді котангенсіміздің мәнісін қарайтын болсақ, бұл жерде 1 деген мәніске ие болады екенбіз. Енді бұл жерде һәммесін график көрінсе сызып кетпестен, төмендегінің таблицаны ядылап алсаңыз болады. Біздің YouTube каналымызға ағза болып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Һәммеге рахмет.